Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен Нұрашек, менің қасымда Райым. Хей, бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Райым. Бүгін біз Райымның аккаунтына обзор жасайтын боламыз. Так, мен өзім аккаунтым жайлы айтып кететін болсам, мен аккаунтымда қазіргі таңда 7-ші левел, және де 2 миллиондай ақшам бар, 2 миллион жарым примерно. Донат жайлы айтып кететін болсам, 100 лайфкойн бар. Тағы не айтып кетсем болады? Жібересің ғой, видеоға көрсете саламыз. Иә, жіберем, оның бәрі скрин бәрін. Так, пока басқаларын айтатын болсам, МВД лидермін, пока тағы не бар? Үйім болған, босқа кетіп қалды, ол пока особо айтатын басқа имущество жоқ. Окей. Паспорт қазір. Ахаха. 8-ші левел. Сосын МВД 134 законка бар екен. Вроде нормально. Енді новый аккаунтқа нормально деп ойлаймын, пока осындай статистикам. Енді басқа не бар? Лидермін. Сол не біздің МВД-ға барып нені көрсетпедік па, мен лидер нелерімді. Кетіп көрсетіп жібересің ба МВД-да? Давай көрсетіп жіберейік. Машинама бір нәрсе шығарасың ба? Барып сол жақтарды көрсетейін. Офисті көрсетіп, анау сол жақтағы сәл-пәл қызықты нәрселер бар. Оған шейін өзің историяңды айтып жібер. История дейсің ба? История дегенде мен бұл Севастопольға, Москвада. Енді Севастопольға келу себебім, мен бұл жаққа Москвада кәдімгідей нормальный имущество болды, семья, дом, машиналар. Сонымен олардан ішім пысып, сәл-пәл кішкене бомждың өмірін бастайын деп шештім, яғни осы жаққа екінші серварға келіп, енді келе салып осындай 8-ші левел көтеріп, пока қазір заместительмін, скоро лидер боламын деп ойлаймын пока. Енді осы қалтамызда ақшамыз бар, сондай ақырындап дамып келе жатырық. Енді алдағы уақытта енді осы левелімді көтеріп, потом инкассатор бір нәрсе боламын деп ойлаймын. Енді пока осындай. Бағалы нәрсе көрсетпеппіз ғой. Иә. Мен фабамдaki зам. Айтпақшы, мен Нұраның семьясында главный заммын. 2 лямдай тұрады өткен. Иә, 2 лямдай тұрады. 2 лямның нәрсесі маған Нұра тегін берді. Так что барлықтарында осы Джек мафияда, яғни Джек фамкюда күтетін боламыз сендерді. Осы жақта бәріміз бірге дамиық, Нұраға көмектесейік. Яғни МВД-ға да келсеңдер болады, барлықтарын қабылдайтын болам. Бізде, если что, старший сержантқа, яғни 3-ші рангқа форумда лақтырсаңдар болады, сол жақтан барлықтарын заявкаларын күтетін болам. Пока осындай жаңалықтар қазір сіздерге. МВД зам деген уже зор ғой. Иә, конечно. МВД келдік. Мені доверкаға алған болатын енді лидер болып Мен аккаунтыма обзор көріңдер десе, Райым аккаунтына көріңдер. Иә, достар, мен аккаунтыма өтсеңдер, сол жақта екінші обзорымыз бар. Нұран мен түсірген ем. Ол жақтан да Нұраның аккаунтын көре аласыңдар, обзор бар. Ал мынау бізде МВД-ға келдік. Осы жерге келе салысымен мына жерде бізде осындай Кортез Уайт тұрады. Пока енді осындай NPC тұрады. Тағы айтып кететін болсақ, мына жерде отдел кадров бар. Осы жерден сендер лидер, заместитель болмаса өте аласыңдар біздің организацияға. Потом мына жақта бізде лицензия на оружие бар, осы жақтан алсаңдар болады. Лидерстен көріп жіберейік. Иә, көріп жүр. По-моему, екінші орын. Арзамас Райым Литвиненко, полковник 220-112 деген нөмірі. Дәл солай ғой. Бұл жақта уже оның должности бойынша сөйлесіп жатыр. Иә, басқа организацияда адамдар ғой. Осындай аккаунт. Так, жүрсен, мына жаққа аяқтан етек. Аяқта не бар? Басқа бөлмелерде. Сәл-пәл кішкене интернет қатып отыр, ренжімесіңдер. Кеттік мына жаққа арғы неге өтейік, арғы бөлмеге.
Енді бұл жақтағы бөлмелерден айтатын болсақ, бізде қаяқтасың сен? Вот мына жерде бізде КПЗ, біз бұл жерде нарушителерді қамайтын боламыз, яғни түрме десек те болады, осы жерде адамдарды қамайтын боламыз. Яғни нарушителерді ұстап. 500 минутқа тұрып қалған баяғыда. Иә, ондай бар. Жүр кеттік мына жаққа барайық. Мына жақта бізде компьютерлер, яғни бұл жақта біздің сотрудниктер отырады. Тағы да міне осындай бөлмелер бар. Біз бұл жерде қылмыскерлерді нететін боламыз, андай тергейтін боламыз. Не істеді, не қылды, яғни оны босатамыз ба әлде қамаймыз ба деген сияқты нәрселерді осы жерде шешетін боламыз. Негізі бұл жерде бір адам отыру керек, пока қазір ешкім жоқ. Мына жаққа өтетін болсақ, бізде компьютерлер. Бұл жерден осы жерден біреулер отыру керек болады негізі РП бойынша, бірақ қазір ешкім жоқ. По идее, РП бойынша отыру керек, иә? Біреу отыру керек негізі, біреулер сотрудниктер, бірақ қазір ешкім жоқ бұл жақта. Ойында актив аз дегендей сотрудниктер жоқ. Но бізде склад, біздер бұл жерде не ететін боламыз, андай оружие мынау алатын, бронежилет, мынау осы жерден сотрудниктер алатын болады, потом ат суға деген сияқты осы жерден аламыз. Мына жерде тоже біреу отыру керек негізі РП бойынша, ал қазір пока ешкім жоқ. Так, онда былай қарай жүрейік. Бәрі нормально. Әдемі ғой біздің офисіміз деген. Так, короче, кеттік мына бөлмеге барайық. Бұл жерде бізде тренировный не ғой, зал ғой, осы жерде тренировка жасаймыз. Мынау мына грушаңге бүйтіп ұрып қоясың, короче. Осындай бөлмеміз бар. Жүгіресің, мынау нетесің, көтересің, сондай. Кеттік мына жаққа екінші этажға көтерейік. Бұл жақта бізде офистер бар, жиналыстар өтетін бөлмелерде жетеді бұл жақта. Вот бізде бірінші келе салысымен осы бөлмеге кірсек, бұл жерде лидерлер, заместительдер, мыналар отыратын жерлер. Мына жақта басқа организациялармен ФСБ, МВД, тағы не бар, ГИБДД, солардың бәрін жиналатын жер осы жерде. Потом мынау шешетін боламыз, сондай жерлер. Былай қарай жүрсек, тағы да бізде бір бөлме бар. Бұл жерде біздің сотрудниктер, яғни учебы өтетін болады, сабақ өтеді осы жерде. Мынау қандай нелер бар деген сияқты соларды шешеді. Қазір бізде раздевалка, бұл жерде бізде киінеді, шешінеді сотрудниктер, мынау өздерінің делолары. Нормально. Осындай неміз бар. Тағы да мына жаққа қарай жүрсек, бізде тағы да бұл жақта бөлме болу керек, по-моему, если шатаспасам. Тағы не бар ма не? Иә, бар ғой. Тағы да бөлмелер бар. Вот, мына жерге өтсек, осындай бөлмелер бар. Бұл жерде, по-моему, бізде кім отырады, андай лидеріміз отыратын жер бар. Мынау главный кабинет. Иә. Ана жақта, мына жерде Россия и Қазақстан туы көрінді ме? Екі ту тұр ғой. Кәдімгідей дерзкі бұл жер бөлмеміз. Мына жерде заместитель отырады. Мына жерде тоже сотрудниктер тұру керек, бірақ қазір ешкім жоқ. Вроде нормально. Енді біздің неміз осындай болды. Обзорымыз біздің